Аңыз насылтым. Енді өздеріңіз де жақсы білесіздер, қай күнде сол Ақтауда енді бір бала әскерде әкесі жылап отыр ғой, енді баламды ер азамат қып отанға борышын өтейме деп жіберсем, маған мәйітін жіберді деп. Енді атамдатсаң атамдат, ботамдатпа дейді атам қазақ. Бірақ бұл баяғыдан келатқан сол орыс империясы баяғы Ақпатшан заманындағы бәле ғой, дедовщина деген. Енді сол қатты шіли шегіне жетіп кетті, шіли асқынып кетті. Бірақ психология келетін болсақ, бұл әулеттің бір жерінде бір қарыз бар, бір жерінде бір өтелміш сондай бір орны бар да. Енді қазір бәрі маған айтып кетуі мүмкін, пікір жаза салсаң, сен басын істейме, сонда бүкіл Қазақстанда бәріміз қарызбыз ба? Сіз өздеріңіз сұрап көріңіздерші, неге қазақ 90% үйсіз жүр? Неге 90% қазақ қарыз кредитке ілініп белшесінен батыр? Неге қазақтар сорлы сүмелек деңгейден шықпайды? Өздеріңіз сұрап көріңіздерші. Құдайға шүкір, Қытайдың сасық тауарымен әйтеуір бірдеме күн көріп, бірдеме үстіне бір 20%, 30% қойып күн көріп атыстар. Не бір сарайлар салатыстар, не бір тойхана салатыстар. Түсінікті, өз қазағым үшін бір же, мысалы, көтім ашмайды, мысалы, керісінше ырзамын қазағым сөйтіп көтеріліп атқаннан. Бірақ негізгі масса бір 5 сонда 2-3 миллион солай жақсы тұрса, қалған 5 миллион баласы әскерде қырылып атыр. Кредиттен көздері ашпайды. Әлім жеттік, ислам религиясы, он қазақ аузымды ашпай қойған, ол бөлек әңгіме. Ол религияның да қатысы бар мысалға. Орыс империясының 70 жылдық кеңес өкіметінің бәле бәтері мысалға. Бірақ қазақ сол 5-6 миллион сол қазақ неге көз жасы тиылмай, неге сүмелек сорлы күйде неге шықпаймыз? Неге баламыз қырылады, неге қызымыз зорланады? Педофил деген тағы бәле шықты. Сұрақ қойыңыздаршы былай қарағанда. Әрине бұның бәрі ашаршылық, бұның бәрі соғыс, бұның бәрі сол орыстан келген бәле, бұның бәрі қазақ сол ислам религиясынан кіріп кеткені, бұның бәрі сол ата-бабадан келатқан жолдың ешқайсысын сақтамай, міне енді ұрпағымыз сорлап, боталап отырмыз. Атамдап болғаншамыз, енді боталап, боздап отырмыз. Қазақшылыққа қайтуымыз керек, қазақ өмір сүруіміз керек. Сондағында аман қаламыз.